85-ші есеп амалды орындау. Бірінші қысқартамыз. 5 пен 15-ті қысқартамыз. 5-ке, 6 мен 9-ды 3-ке қысқартамыз. Так, 5 пен 15 тағы да 5-ке қысқарады, 12 мен 4 4-ке қысқарады. Енді қалғандарын көбейтіп жазамыз. Бөлімінде 2 көбейтілген 1, алымында 1 көбейтілген 1. Минус 3 көбейтілген 3, алымында 1 көбейтілген 1. Сонда бізде 2-ден 1, минус 9-дан 1. Ортақ бөлімге келтіреміз. Ортақ бөлім 18. 1-ге 9-дан береміз, 9-дан 1-ге 2-ден береміз. Жазамыз. 18-ден біріншісінде 9 алынған 2. Сонда бізде 18-ден 7 қалады. Келесі екінші есеп. Екінші есепте де қысқартулар орындаймыз. 9 бен 18-ді 9-ға қысқартамыз. 14-ті 7-ге қысқартамыз. 3 пен 6-ны 3-ке қысқартамыз. Қалғандарын жазамыз. Бөлімінде 2 көбейтілген 2, алымында 1 көбейтілген 1 қалады. Қосылған 1 көбейтілген 7 бөлімінде, алымында 1 көбейтілген 2 қалады. Енді көбейтіп орындап жазамыз. 4-тен 1 қосу 7-ден 2. Ортақ бөлім бізде 28. Бірінші бөлшекке 7-тен, екінші бөлшекке 4-тен береміз. Сонда бізде 28-ден 7 қосылған 28-ден 8 деген бөлшек шығады. 7-ге 8-ді қосамыз алымдарын. Сонда бізде 28-ден 15 шығады. Келесі қысқартулар орындады. 20 мен 2-ге қысқарады. 3 пен 9 3-ке қысқарады. 5 пен 25 5-ге, 7 мен 14 7-ге қысқарады. Сонда бізде қалады 10-нан 3 қалады. Бірінші бөлшек, екінші бөлшекте 10-нан 1 қалады. 10-нан 3-ке 10-нан 1-ді қосқанда бізге 3-ке 1-ді қосамыз алымдарын. Сонда 10-нан 4 шығады. Енді қысқартамыз 2-ге. Сонда бізде 5-тен 2 қалады. Келесі 585-ші есеп. Төртіншісі. Біріншісін біз бұрыс бөлшекке айналдырамыз. 4-тен 4-ке 3-ті көбейтіп, 3-ті қосамыз 15, көбейтілген 5-тен 2. 25. 25-ті 3-ке көбейтсек 75. Оған 6 қоссақ 81. Көбейтілген 27-тен 5 қысқартулар орындаймыз. 5 пен 15 қысқарады 5-ке, 4 пен 2 2-ке қысқарады. Келесі 25 пен 5 5-ке қысқарады, 81 мен 27 9-ға қысқарады. Енді қалғандарын жазамыз. Бөлімінде 27-ге қысқарады. Так, бірінші бөлшекте бізде 2-ден 3 шығады. Екінші бөлшекте бізде 5-тен 3 шығады. Ортақ бөлім бізде 10 болады. Сондықтан бірінші бөлшекке 5, екінші бөлшекке 2-ден береміз. Так, 10-нан 15 алынған 6 болады. 10-нан 9 шығады. Келесі бұрыс бөлшекке айналдырсақ 5-тен 10 12 болады. Көбейтілген 6-дан 5. Минус 4-тен 3. 3 бөлімін жазамыз да 3-ті 1-ге көбейтіп 2-ге қосамыз 5. Так, 12 мен 6 6-ға қысқарады. 5 пен 5 өздері қысқарады. Так, 3 пен 3 қысқарады. Қалғандарын жазамыз. Бірінші бөлшекте бізде 2 қалады. Екінші бөлшекте бізде 4-тен 5 қалады. Так, біз 2-ні 1,4-тен 4 деп жаза аламыз. Минус 4-тен 5. Немесе мынаны бұрыс бөлшекке айналдырып жазамыз. 4-тен 8 минус 4-тен 5. Сол кезде бізге оңайырақ болады. 4-тен 8-ден 5 азайтамыз. Сонда 4-тен 3 қалады. Келесі 6-шында тағы да бұрыс бөлшекке айналдырамыз. 28-ден 28-ге 17 қосамыз. Так, 30 45 болады. Көбейтілген 9-дан 7 қосылған 25-тен 14 көбейтілген 7-тен 5. Қысқартулар орындаймыз. 14 пен 7 7-ге, 25 пен 5 5-ке қысқарады.
45 пен 9 9-ға, ал 28 пен 7 7-ге қысқарады. Қалғандарын жазамыз. Біріншісінде 5 көбейтілген 1, 4 көбейтілген 1 бөлімінде плюс 5 көбейтілген 1, 2/1 шығады. Сонда 4-тен 5 қосылған 5-тен 2 шығып тұр. Ортақ бөлім бізде 20. Бірінші бөлшекке 5, екінші бөлшекке 4 береміз. Сонда 20-дан 25 қосылған 8. Сонда 20-дан 33. Так, 33-ті 20-ға бөлсек 1/20-дан 13 шығады. Келесі ортақ көбейткіштерді шашын сыртына шығарамыз. Бізде 11-ден 8 болып тұр. 11-ден 8-ті шығарсақ, шашан ішіне 4 қосылған 7 қалады. 4-ке 7 қоссақ, бізде 11 шығады. Сонда жазамыз 11-ден 8 көбейтілген 11. 11 мен 11 қысқарады, 8 шығады. Келесі бізде 7-ден 5 ортақ көбейтінді. Шашан ішінде бізде 1 қосылған 6 қалады. Сонда 7-ден 5 көбейтілген 7 болып тұр. 7-лер қысқарады, 5 қалады. Ортақ көбейткіш мұнда 13-ден 6 болып тұр. Sonra шашан сыртына шығарамыз. 13-ден 6. Шашан ішіне 5-тен 2 плюс 4-тен 1 қалды. 13-тен 6-ны жазып қоямыз. Шашан ішіне біз ортақ бөлімге келтіреміз. 20-дан келеді ортақ бөлімі. Сонда шығады 20-дан 8 қосылған 5. Сонда бізде 13-тен 6 көбейтілген 20-дан 13 болып тұр. 13 пен 13 қысқарады. 6 мен 20 2-ге қысқарады. Сонда қалды бізде 10-нан 3. Келесі бізде 6-дан 5 ортақ көбейткіш болып тұр. Шашан сыртына шығарамыз. Шашан ішінде 8-ден 5 қосылған алынған 4-тен 1 қалды. Сонда бізде 8 ортақ бөлімге келтіреміз. 6-дан 5 8 5 минус 2. 6-дан 5 көбейтілген 8-ден 3. 3 пен 6 қысқарады. 3-ке жазамыз. 16-дан 5 қалады сонда. Келесі бізде 5-тен 3 шашан сыртына шығарамыз. Біріншісінде бізде 1 қалады. Минус 7-ден 2. 5-тен 3. 1-ді біз 7-ден 7 қылып жаза аламыз. Минус 7-ден 2. Сонда 5-тен 3 көбейтілген 7-ден 5 қалып тұр. 5-тен 3 көбейтілген 7-ден 5 қалды. Енді 5 пен 5-ті қысқартамыз. Сонда бізде 7-ден 3 шығады. Келесін былай жазып алайық. 7-ден 1. Так, 8-ді ашып жазайық. 2 көбейтілген 4-тен 1 қосылған 7-ден 1. 6-ны 2 көбейтілген 3-тен 1 деп жазайық. Сонда бізде ортақ көбейткішіміз бөлімінде 7 көбейтілген 2 болып тұр. Яғни 14-тен 1 болып тұр. Шашан ішінде бізде қалады 4-тен 1 қосылған 3-тен 1. Так, ортақ бөлім бізде 12 болады. Біріншісіне 3, екіншісіне 4-тен береміз. Сонда 14-тен 1 көбейтілген 12-ден 7 болады. 3-ке 4 қосқанда 7 болады. Енді бізде 7 мен 14 қысқарады 7-ге. Сонда қалады бізде алымында 1-лер бөлімінде 2 көбейтілген 12, яғни 24-тен 1 қалады.